Сәлем достар, бүгін мен сіздермен шұжық нанды қалай жасау керектігін көрсетемін. Ол үшін бізге жылы су, оның үстіне дрожжымызды және тұзымызды салып, араластырып алған соң, ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ қолымызға жабысатындай қамыр илеп аламыз. Жұмсақ болғаны өте маңызды, қыздар. Осылай жақсылап иін қандырып, қолға жабысатындай қамыр илеп, оны жылы жерге қойып қоясыздар көтерілгенше. Көтерілген қамырды қолымызды сулап алып, қайтарып, осылай тағы да көтерілгенше қойып қоясыздар. Салмасын дайындаймыз. Бізге бір пияз өте жұқалап турап аламыз да, және шұжығымызды турап аламыз. Турап болған соң оны саламыз да, үстіне ашты және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алғаннан кейін ашқан қамырымызды шет-шетін жинап, бір зуаладай қолымызға аламыз. Тарелкамызды сулап, оның үстіне қамырымызды қойып, видеодағындай жайып алып, ортасына салмасын саламыз. Шұжығымыз шашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап қамырымызды біріктіріп, шұжықты жауып шығамыз. Қамырымызды қойып қоямыз да, енді табамызды дайындап аламыз. Жанып тұрған газдың үстіне қойып қыздырып аламыз. Кішкене судың үстіне тұз салып, тұзды су дайындап, табамызға осылай сеуіп шығамыз. Жаңағы салмасы бар қамырымызды қызып тұрған табамызға салып, дәл видеодағындай етіп жайып аласыздар. Газдың асы жанып тұра береді. Сосын нанның бетін жауып, 3-4 минутқа қойып қоямыз. Дәл солай екінші қамырымызды да салдық, бірақ бұл нанды салмасыз жасадым. Дәл осы тестадан 3 нан шығады. 4-5 минуттан кейін бетін ашып, духовкаға саламыз. Духовкада 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Піскен нанымыз өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қыздар, өте тойымды, дәмді нан. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызға бөлісе отырыңыздар.